Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Қадырғали Қосымұлы Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясының математика пән мұғалімі Райымбек Жаңагүл. Бүгін сіздерге қашықтықтан оқыту кезде өз пәнім бойынша қолданып жүрген платформалармен бөлісетін боламын. Пәнім бойынша оқушыларға жаңа сабақ түсіндіру үшін мүмкіндігінше видео сабақ түсіріп жіберіп отырамын. Себебі видео сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу құралы ретінде оқушылардың абстрактылы ойлауын, қиялын дамытуға және пәнге деген қызығушылығын арттырады деп санаймын. Видео сабақтар бір жағынан жаңа тақырыптарды көрнекті түрде көрсету құралы болса, екінші жағынан мұғалімдерге үлкен көмек деп есептеймін. Себебі оны қолдану арқылы сабақты меңгерту процесін жақсартуға болады. Және оқушылардың ақпаратты техникалық құралдар арқылы жақсы қабылдайтыны бәрімізге мәлім. Видео сабақтар түсіру үшін арнайы құралдар қажет емес. Қолыңызда телефоныңыз болса жеткілікті. Ол үшін телефонымызға X-Recorder қосымшасын жүктеп алуымыз керек. Қосымшасымен қалай жұмыс жасау туралы қысқаша түсіндіріп кетейін. Яғни менде күнделікті пайдаланып жүргендіктен телефонымда бар. Соны бір рет шертіп қалсаңыздар, телефонның шетіне мынандай функциялар шығады. Осы жерде инструментке кіретін болсаңыз, снимок экран деп тұрады. Яғни скриншот жасауға болады. Және камера дегенді басатын болсаңыз, сіз түсіріп отырған бейне сабағыңыз, яғни видео сабағыңызға өзіңіздің бейнеңіз көрініп тұрады. Егер оқушыларға бейнем көрініп тұрсын, алдында отырып сабақ өткендей болайын десеңіздер, осылай бейнелеріңізді көрсетіп қоюға болады. Немесе оны қайтадан осы шетін түртіп қалсаңыздар, инструменттер шығады, функциялары, соның ішінен камераны алып тастауға болады. Және четкасы бар. Яғни ол четканы пайдалануда өте тиімді. Четканы қолдану үшін мен арнайы слайдқа келдім. Осы жерде мысалы берілген сандар қатарының өзгеру құлашын анықтау үшін, яғни сандардың ішіндегі ең үлкен санды жазу керек. Яғни бізде ең үлкен санымыз мына жерде 13-ке тең. Және ең кіші сан бізде -8-ге тең, деп оқушыларға мысалы нақты көрсетіп жазып түсіндіруге болады. Яғни өзгеру құлашын анықтау үшін ең үлкен санмен ең кіші санды азайтамыз. Демек, оны R әрпімен белгілейміз. 13 -8 тең, яғни бізде болады 21-ге тең деп оқушылар көріп отырады да, нақты түсіндіруге болады. Немесе қандай да бір нақты атап кететін анықтамалар болатын болса, солардың астын сызып көрсетуге болады. Бұл қосымшамен жұмыс жасау өте ыңғайлы, тиімді және. QZ-тест қосымшасы жаңа сабақ алдында өткен тақырыптарды қайталау мақсатында және сабақты бекіту кезінде қолдануға болады. Бұл тесттің артықшылығы: біріншіден, оқушыларды жылдамдыққа тәрбиелейді. Екіншіден, оқушылардың қызығушылығын оятады. Үшіншіден, оқушылар арасында бәсекелестік, яғни бірінші болуға деген ұмтылыс болады. Және бұл тесттің кемшіл тұсы: кейбір оқушылар уақытпен санасып, яғни асығыстық танытып, бір жауапты талдай салуы ықтимал. Zoom платформасы арқылы сабақ өтіп, QZ-тест тапсырмаларын орындағаннан кейін оқушыларға қай сұрақ қиындық тудырғанын бірге анықтап, қатемен жұмыс жасап, дұрысын көрсетуге бірге талдауға болады. 6 сынып оқушыларымен QZ-тест қосымшасын пайдаланып, математика сабағында алғаш рет тест тапсырған кезде, тесттен кейінгі оқушылардың алған әсерлерімен осы программа, яғни қосымша туралы өздерінің пікірлерін білдірген еді. Назарларыңызға ұсынамын. Әрбір мұғалім
өз сабағында АКТ-ны тиімді қолданып, платформалармен ұтымды жұмыс істей білсе, сабағы қызықты әрі сапалы болар еді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.